Түркістан облысында осы жамбы атудың бүгінгі күндегі дәрежесі, бүгінгі күндегі нәтижелері өте жоғары. Осы спортты біздер халық арасында үгіттеп, насихаттап, жас спортшыларға бұның дәрежесін көтеру бағытында біздер жұмыс жасауымыз керек. Қазақстан Республикасының 6 дүркін чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы. Жарыстарға қатысып, жүлделі орынның әке-шешемнің үмітін ақтасам деген осы арманым бар. Әлемнің 3 дүркін және де көшпенділер ойындарының чемпионымын. Ақбидай Қазақстан бойынша өткен жарыста 3-ші орын алдым. Бас жүлде тайтұяқ болды. Тайтұяқта атып алған жайым бар. Қазақстан чемпионатынан 3 дүркін чемпион. Өзім есімім Серік. Түркістан облысының жамбы атушысымын. Жамбы атуды бастағаны 2 жыл болып қалды. Бұл аттың аты Оймауыт. Осы жамбы атудың жеке атымыз. Өзіміз баптаймыз, өзіміз қараймыз. Осылай жаттығудың алдында суын беріп, үстілерін тарап, жаттығуға алып шығамыз. Проекция жасаймыз. Одан кейін жаттығуға дайындаймыз атты. Біріншіден мінезі жайлы болу керек. Екіншіден біз тіке шауып, біз садақ атып атқан кезде соған бейімделіп, өз жолын біліп, тіке шауып беру керек. Сол жарыс жолынан бұрылып шығып кетпеу керек. Соның барлығын осы тренировка кезде үйретеміз. Басқа аттардан ерекшелігі сол аттардың. Түркістан облысы жамбы ату федерациясының төрағасы Дәуренбеков Димаш мырза, жаңа қызметке тағайындалуыңызбен құттықтаймыз. Жауынгерлік спорттың түрлерінің бірі жамбы ату. Бұл спорттан республикалық, халықаралық, дүниежүзілік жарыстар тұрақты түрде өткізіліп жатыр. Жамбы атуды халық арасында кеңінен тарқату үшін қандай шараларды қолға алу қажет? Дұрыс, енді мынау қазіргі біздің ұлттық спортымызды дамыту, осы ұлттық спортымызды дәріптеу, осындай спортшыларға, жалпы мынау көрермендерге осы жамбы ату спортының бұл қандай спорт түрі екенін, жамбы ату спортының қандай дәрежеде екенін, бұның қандай жетістіктері бар екенін, жалпы осыны дәріптеу, осыны жаңғырту, осы федерацияның былай айтқанда басты мақсаттарының бірі деп білеміз. Енді өздеріңіз білесіздер, ұлттық спорттың түрлері көп. Жаңағыдай аударыспақ дейміз, көкпар ойындары бар, теңге ілу деген сияқты. Енді жамбы ату да осы ұлттық спорттың бір қазіргі таңда белең алып, дамып, жаңа қырынан дамып келе жатқан спорттың бір түрі. Енді біздер осы Түркістан облысында осы жамбы атудың бүгінгі күндегі дәрежесі, бүгінгі күндегі нәтижелері өте жоғары. Бірақ енді осы спортты ары қарап дамыту үшін осы спортты біздер осы мынау халық арасында үгіттеп, насихаттап, кейінгі келетін жас спортшыларға бұның дәрежесін көтеру бағытында біздер жұмыс жасауымыз керек бүгінде. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау қазір Түркістан облысында, киелі Түркістан қаласында үлкен осындай мынау атшабар, мынау ипподром, ұлттық спорт ойындарына арналған осындай үлкен алаң ғимарат бітіп жатыр. Құдай қаласа, енді осы ғимаратымыз біткеннен кейін осы ұлттық спорттың бір түрі жамбы ату да өзінің жаңағыдай бір белесін ары қарап көтеретін бір үлкен спорт түріне айналады деген бір сеніміміз бар. Рахмет. Қазірде Қазақстанда жамбы атудың болашағын қалай көресіз? Жамбы атудың бағыты да керемет. Ұлттық спорт, ол ежелден келе жатқан дәстүр. Сол дәстүр мен спортты шыңдастыра біліп, бүгінде дүниежүзілік жарыстар өтіп жатыр. Түркістан облысында алдағы 5 жылда жамбы атуды дамыту жоспарларыңыз қандай? Дұрыс айтасыз. Енді ұлттық спорт ойындарының ішіндегі жамбы ату деген өзі ерекше спорт түрі. Бұны енді халықаралық деңгейдегі мынау жарыстардың жаңағыдай арасында өтетін осы жамбы ату деген спорт түрі, бұл ерекше спорт түрі. Енді бұл спортта
жаңағы шабандоздарымыз, спортшыларымыздың сонау бір шеберлігін шыңдайтын, осы ат үстінде шауып бара жатып жаңағы нысананы дәлелдейтін осындай бір керемет қызықты спорттың бір түрі. Яғни бұның жаңағыдай нәтижелерін айтып отырмыз біз. Жаңағыдай мынау спортшыларымыз Азияда жаңағыдай үлкен жетістіктерге жетіп, Европаға барып жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып келіп жатыр. Осында биыл спортшыларымыз мынау мұхит асып, анау Америкаға барып, сондай жаңағы рекорд орнатып, жаңағыдай халықаралық дәрежедегі сондай осы қазақ еліндегі осы жамбы атудың өзінің бір ойып алар орны бар екендігін осында дәлелдеп келіп жатқан жағдай бар. Енді біз ойлаймыз, осы алдағы жылдары, осы 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, осы спортты біздер дамыту үшін, оны дамытудан бұрын біздер жаңағыдай осыны халық арасында, спортшылар арасында, кейінгі келетін жас спортшыларға бұның жаңағыдай дәрежесінің жоғары екенін, бұл спорттың жаңағыдай берері мен алары қандай екенін біздер осы спортшыларға жаңағыдай жеткізіп көрсетіп отыруымыз керек. Яғни осы мынау жүлделі орындарды осы жамбы атудан алған спортшыларымыз мінекей осы автокөлікке жаңағыдай жеңіп алған, пәтер жеңіп алған осындай дәрежелері бар. Сондықтан да осындай дәрежелерді мынау жас спортшыларымыз жаңағы осындай спортқа құмарлық таныту үшін осындай дәрежелерді біздер халық арасында, осындай спортшылар арасында айтып, осыны кеңінен дәріптеп жатсақ, мен ойлаймын осындай осы спортқа, жамбы атуға жаңағыдай қызығушылық танытады деген үмітіміз бар енді. Бүгінгі түсірілімде байқағанымыз, Димаш мырза, іні қарындастарымыз жамбы атып, садақ атып жүр. Ел ішінде жамбы атудың қандай қырларынан көрсете аласыз? Иә, дұрыс айтасыз. Мінекей спортшылардың арасында бұл жерде мінекей біздің жаңағы құрамамызда қыз балдары да мінекей осы ат үстінде осы жамбы ату спортымен айналысып жүрген бар. Бұл дегеніміз, яғни бұл жерде жаңағыдай қыз балдары да келіп міне осындай өздерінің өнерін көрсетіп жатқан, мына жаңағы өздеріңіз мына жаттығуда көріп жатсыздар. Зарина деген қызымыз нысананы қалай дәлдеп, қандай өзінің шеберлігін жаңағыдай шыңдап жатқаны бар. Яғни бұл да осы Зарина қызымыздың жаңағыдай өзінен кейінгі жас спортшы қыздарды да бір жаңағыдай осы спорт түріне жаңағыдай тартады деген бір үлкен жаңағыдай сеніміміз бар. Енді жалпы бұл жамбы ату спорты мынау қазір енді осы Түркістан облысы Төле би ауданында басым көпшілігі сол Төле би ауданының спортшылары болып табылады. Яғни біз оны бір ауданмен шектелмей, алдағы уақытта, алдағы жоспарымызда осы аудандарда осындай кішігірім жаңағыдай жарыстарды өткізіп, жарыстарды ұйымдастырып, сол жақтың азаматтарын, сол жақтың спортшыларын жаңағыдай тартып осы спорт түріне, соны кеңінен осы Түркістан облысындағы аудандарда осыны бір кеңінен жүргізіп, кеңінен бір тарқатсақ па деген сондай бір алдағы ниет жоспарларымыз бар, Құдай қаласа. Бұл жерде демеушілік федерация тарапынан болады ғой. Бас жүлделер, балдарға. Бұл спортты насихаттауға елімізден қаншама жастар, інілеріміз, қарындастарымыз атсалысып жатыр. Бұл жерде қомақты қорда, жүлделі қорларда қомақты болып жатыр. Өзіңіз айтып қалсыз, пәтер, автокөлік деп. Алдағы 26 жылғы өтетін Қырғызстанда көшпенділер ойынына дайындық бастап кеттіңіздер ме? Иә, мінекей Құдай қаласа біз 25 жылды қазір қорытындылап жатырмыз. Нәтижелеріміз өте жоғары. Мынау осы жамбы ату спорт түрінен, енді мынау бұған дейін де федерациялар болған. Енді қазіргі мынау өзіміз осы федерацияны алып, қолымызға алып, осыны ары қарап дамытсақ деген, осы федерацияның келесі 26 жылына өтетін жаңағы жарыстарға, оның ішіндегі үлкен жарыстардың бірі мына Құдай қаласа Түркістан облысында үлкен осындай жаңағы жарыстар өтеді. Онымен қатар жаңа өзіңіз айтып кеткендей көшпенділер ойынында жаңағыдай жарыстарды Құдай қаласа қатысамыз деген үмітіміз бар. Енді оған мінекей қазір бүгінде біздер осында келіп спортшыларымызбен танысып, спортшыларымыздың қал жағдайын, қай спортшымыз қандай дәрежеде, қай спортшымызды жаңағыдай ересектерге өткіземіз, қайсы жаңағыдай жас буынға келе жатыр деп сол спортшыларымызбен бір кішігірім жаттығу өткізіп, сол спортшыларымыздың алдағы өздерінің жаңағыдай мақсаттарын бір айқындап жатқан жағдайымыз бар. Енді бұл жалпы жамбы ату деген бұл бір уақытында мезеңде өтетін спорт түрі емес. Бұл жыл 12 ай жаңағыдай спорт түрлерін ұйымдастырып, осындай спорттарды жаңағыдай жарыстарды өткізуге өте бір жаңағыдай қолайлы, спортшыларға да жаңағыдай бір тұрып қалмайтын, тоқтап қалмайтын жаттығуды жаңағыдай әр ай сайын өткізіп тұратын бір сондай спорттың бір түрі болып табылады. Сондықтан да келесі жылдардағы жарыстарға біздер осы биылдан кішігірім жаңағыдай
спортшыларымызбен осындай жаттығуларды өткізіп, келесі жылдардағы үлкен жаттығуларға, жарыстарға жаңағыдай дайындап жатқан жағдайымыз бар. Иә, құрметті Димаш мырза, өзіңіздің инициативаңызбен басталған бұл командалар биік шыңды бағындырады деген зор үмітпен мен де айта аламын. Сізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта ұжымдастарыңызбен көк туды желбіретіп, кезекті дүниежүзілік орындарда топ жара беріңіздер. Жақсы, рахмет. Ат спортына қалай келдіңіз? Жамбы атуды кімнен үйрендіңіз? Алғашқы ұстазыңыз кім? Қандай жетістіктерге жеттіңіз? Мен жамбы ату спортына 2-3 жылдан бері қызығып, 2022 жылы Алматы облысында бастадым. Алғашқы жаттықтырушым Сәрсенбай ағай. Содан кейін мен 1-2 жарыстан көріп, осы Түркістан облысының тәжірибесі барлық облыстардан қарағанда көбірек екенін байқап, осы облысқа көшуді дұрыс көрдім. Қыз, ұл деп спортты бөлуге болмайды деп ойлаймын. Ат болған соң әрбір қазақ мініп үйрену керек, білу керек. Өзіңнің қатарластарыңа, қыз балдарына қандай кеңес берер едің? Жамбы атудың адам мінезіне қандай әсері бар, қандай қасиеттері бар өзің бойыңда үйренген? Жамбы ату спорты адамды сабырлыққа, жылдамдыққа, жігерлікке үйретеді. Елдерде болып жатқан жарыстарға қатысып, жүлделі орынмен келіп, әке шешемнің үмітін ақтасам деген осы арманым бар. Айтбек, жеткен жетістіктермен құттықтаймын. Өзің сияқты азаматтар жамбы атуды дамытып жатыр, құрама мүшесі болып жатыр, жарыстарда жүлделі орын алып жатыр. Жамбы ату спорты адам бойында қандай қабілеттерді дамытады? Рахмет, орынды сұрақ. Жамбы ату спорты ер жігіттің, не болмаса ару қыздардың бойындағы сезімталдықты бірінші жүретте кез келген жағдайда тез шешім қабылдау керектігін, бойда жатқан айтқанда ұйықтап қалған нәрселерді оятуға көбірек үлесін қосатын спорт. Жаңа айтылғандай тез шешім қабылдау деген өмірде де кез келген нәрселерде аяқ асты болатын жағдайларда тез сол нәрселерден шешімін тауып оңай шығып кетуге адамды қабілетін үлкен деңгейде жеткізуге қол ұшын созатын спорт түрі. Сендерде жарыс алдында жаттығулар, жарыстан тыс өздерінің жаттығуларын аптасына немесе күніне қанша уақыт өтеді, қалай жаттығасыңдар? Жаттығулар әр түрлі деңгейде өтеді. Ол жасөспірімдер, жастар, ересектер арасында. Біз мысалға ересектерге аптасына 6 күн, 3 сағаттан күніге үнемі бізде үлкен жарыстар, үлкен додалар болғандықтан үнемі дайындықта болуымыз керек. Қолдарымыз, мысалға аттың үстінде отыру барлығы шығып қалмау керек, спорттың саласынан алыстап қалмау керек. Ал жасөспірімдерге барынша енді анау спортшылар, жасөспірім спортшылар көп болғандықтан оларға көбірек көңіл бөлуге тырысамыз, бірақ олар жаңағыдай жас болғаннан кейін көп нәрсеге еліктеп кетеді ғой. Сол себепті спорттан тез қашқақтап қалмасын деп көп қиналмаймыз, тек қызықтырып басында солай бастаймыз. 2 сағат, 1,5 сағат солай болады басында. Содан кейін 3 сағатқа келесіңдер. Қазіргі жастар бұл спортқа қызығушылығы қандай? Келіп жатқан жастардың бұрынғы батырлардың рухын сезіне ме? Қазіргі жастардың бұл спортқа құлшынысы өте жоғары. Былтырғы естеріңізде болса 2024 жылы өткен көшпенділер ойынынан кейін Қазақстан елінде жастар өте қолға алып жатыр. Бұл басқа өңірлерден де біз мысалға алдында осыдан 2015-2014 жылдары басталған кезде 1-2 ғана өңірлер жақсы айналысып, қалғандар тоқтап қалған болатын. Ал қазір деңгей өте жоғары, қарсыластар өте өз-өзін дамытып жатыр. Барлық облыстар атсалысып жатыр. Бұл спорт кеңінен тарап жатыр деп те айтуға болады. Мысалға, спортшылар өзімізде көріп, басқа облыстардың солай дамып жатқанына өте қуанамыз. Жаңағы сұрағыңызды жаугер бабаларымыздың рухын оятама деген, ол жаңадан келген жас буын балдардың өзі атқа мініп, жай серуендегеннің өзіне үлкен энергия алып қайтып баратқанын өздері бізге айтып жеткізіп бара жатқанын өзіміз көреміз.
жамбы атудағы жарыстардың түрлері көп. Өзің де жаңа айтып қалдың ғой, бір түрінен орын алдым. түрік стилінен Түрік орын алып, стилінде. үшінші орын алдым. Жамбы атудағы біздегі өтіп жатқан жарыстар мен бізде қолданылатын стильмен көрші елдерде, Азия, Еуропа мемлекеттерінде өтетін ара жігі қандай болады? Бізде өтетін стиль түрлері мажар стилі болады, Азия стилі болады, одан кейін түрік стилі болады, одан кейін өзіміздің қазақ стилі жамбы стилі болады. Жамбы стилі барлық стильдерден барлық елде чемпионаттарда қосылады ғой. Жамбы стилі Қазақстан ішінде жақсы дамығанда, бірақ Көрші елдерде бұл стильге көзқарас қандай? Жарысқа қосып алып тастап? көбінесе өзіміздің елде жақсы өтеді, көрші елдерде ол стильді өздері жақсы меңгермегеннен кейін ба, ол стиль көбінесе қосыла бермейді. Сен айтып отқан түрік стилінің ерекшелігі қандай? Түрік стилінің ерекшелігі жылдамдық керек түрік стилінде и мергендік особо керек та. Ол жерде аттың жылдамдығы қатты алынбайды, ол жерде мергендік пен жылдамдық керек адамға. Нысанаға дөп тигізу, мергендік деп қайттың ғой. Адамның іш құрылысына, іш күйіне қаншалықты әсер етеді? Іш күйіне болған кезде бір балдар болады, көз мергендік болады да, бір балдарда қол мергендік болады. Әркім турниокте өз оқсаптауына байланысты өз нелерін табады ғой, мергендіктерінше. Турниок кезінде өзің дайындалған кезде соның бәрін байқап, өзіңе ыңғайлы жағын қарастырасың ғой. Осы жарысқа шығатын кезде ат пен адам арасындағы байланыс тығыз болады. Жаттықтырушыларыңмен физикалық тұрғыда өздеріңмен, жылқылармен қандай жұмыстар жүргізесіңдер? Әр жарыстың алдында сбор өтеміз, ағайлар келіп дайындайды, өз білгендерін бізге үйретеді, аттарды үйретеміз. Особы ат пен адамның жарақат алып қалмауға, соның бәрін қадағалап, жарысқа бісміллә деп шығамыз. Бұл спортқа қанша жастан бастап келдіңіз? Бүгін күнде жеткен жетістіктеріңізді естіп біршама қуанып қалдық. Енді мен бұл спортпен айналысып жатқаныма 10 жыл уақыт болды. 2015 жылы ең алғаш осы өзіміздің облыстағы жаттықтырушымыз ағамыз Ерболан ағамыз әкелген болатын. Қазіргі таңда осы Алланың қалауымен өтер еңбектің арқасы, ағаларымыздың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік. Енді бұл жамбы ату спортымыз қазір енді бұрын ата-бабаларымыздан келе жатқан спорт ойын ретінде болған енді ол кезде. Қазір енді 2014 жылдан бері осы Қазақстанда спорт ретінде танылып келе жатыр. Қазіргі жамбы атудың деңгейі өте жоғары десем де болады. Өйткені көптеген халықаралық жарыстар болып жатыр, әлем чемпионаттары өтіп жатыр көптеген елдерде. Басқа елдердің бәрінде көп бұл спорт жоғары деңгейде дамып кеткен. Осы аз ғана уақыттың ішінде жамбы ату спортымыз солармен қазір теңбе-тең десем болады. Қазір оларға конкурентная способность болып жатырмыз, Иә, әрине көп жерлерде енді мықты елдердің командаларымен біз қазір тең түсіп, оларды ұтқан кезіміз де болды. Бір оқ, бір ғана мүмкіндік деп жатады. Өзіңнің ең қиын жарысыңды айтып берсең. Әрине, бұл атқан оғымыз қайтып-қайттан атқа келмейді ғой. Сондықтан әр атқан оғымызды бір бақылап, тиянақтап, дұрыстап, көздеп атпасаң, қателік болған жерде ол ұтылыс болады. Әр оқтың өзінің бір жауапкершілігі көп. Өздерің айтып қалдыңдар ғой, халықаралық деңгейдегі жарыстарға бүгінгі күнде озып та жатсыңдар, бірдей де түсіп жатсыңдар. Өздеріңнің осы спортта қолданатын садақтарың, оқтарың қайдан келеді? Қай мемлекеттен алдырасыңдар? Олардың ерекшеліктері неде? Енді біздің елде бұл садақты қазір жақсы істеп жатқан жоқ. Енді келешекте, болашақта істейміз деген ой болып жатыр. Біз бұл садақтарды Қытай елінен аламыз, Венгрия елінен аламыз. Және де басқа да елдер көп негізінде. Түркия елі бар. Өйткені олардың садақтары өте ыңғайлы, жеңіл, және де андай салмақтар әртүрлі жасап береді өзіне адам ыңғайлы қылып. Қазақстанға бәсекелес болатын мемлекеттерді айтып берсең жамбы атудан. Қазақстанға бәсекелес болатын мемлекеттер ең алдымен араб елдерінде. Оларда да кеш бастаған бұл спортпен, бірақ
жоғарғы деңгейде қазір мықты көрсеткіш көрсетіп отыр. Және көп өзіміздің Түркия еліміз бар, өзімізбен Моңғол елі бар, көршілес жатқан. Көп деп айтсам болады, негізі барлық мемлекет. Алдағы жарысқа сәттілік, оқу дайындығыңа да травма алып қалма. Біз сені қолдаймыз. Рахмет аға. Халықаралық жарыстарға да жиі шығып жатсың. Америкада өткен әлемдік деңгейдегі жарыста бас жүлдені алып келдің. Ол жақтағы көрермендердің Қазақстаннан келген жауынгерлерге өзің сияқты спортшыларға көзқарасы қандай болды, қандай ілтипат білдірді? Өзге елдегілердің көзқарасы бізге өте андай қызығушылықпен қарайды. Олар айтады бізге жаңағыдай переводчикпен немен сендер жаңа кентавр сияқтысыңдар, аттың үстінде өскен сияқтысыңдар деп бізге қызығады. Қазақтар асауаттарға қалай қорықпай отыра бересіңдер деген сияқты қылып. Өте жақсы қарайды, жақсы күтіп алып, жақсы шығарып салып. Рахмет, сондай жағдай жасап беріп атқан жаңағы қолдаушыларға, президенттерімізге, жаңағы ұлттық спортты қолдайтын жандарға рахмет. Ат үстінде шауып келе жатқанда бұл жерде екі тізгінді бірдей ұстайсың. Атты да өзіңді де басқарасың. Оның ішінде жамбы ату ерекше қабілетті талап етеді, мергендікті, дәлдікті. Аттың адамға шауып келе жатқанда икемділігі, бұл өзіңнің атқа деген сезімің қалай? Жаңағы жамбы ату спорттың өзі сондай ғой. Атты сезе білуің керек, жаңа ептілік, тепе-теңдік, жылдамдық бәрін қатарап жүру керексің. Ол жерде атпен связь жақсы болу керек. Жаңағыдай өзіңнің араңда байланыс, атты сезе білу керексің. Жаңағыдай біз шапқан кезде, жаңағы жарыс жолына кірген кезде тізгінді жіберіп, жаңағыдай садақпен кетеміз да, садақпен атып, сөйтіп атты жаңағыдай сезе білу керек, қай жаққа бұрылатынын бәрін сезуіміз керек. Аттарды өздерің дайындап, өздерің күтіп баптайсыңдар ғой? Әрине, өзіміздің жарысқа шығатын аттарды жаңағы Қазақстанның ішінде басқа өңірлерде болатын жарыстарға өзіміз тасымалдап, жаңағы өзіміздің ұлттық спорттың директоры жаңағыдай сондай жағдай жасап, аттарды алып барып береді. Сол аттармен жарысқа шығамыз. Азия чемпионатында бас жүлдені де алғансың, Азия мемлекет аралығында өтетін жарыс пен Америкада өтетін жарыс аралығында өзгешеліктер бар ма? Әрине өзгешеліктер бар ғой. Жаңағы 4 түрі бар дедіңіз ғой. Сол 4 түрінің 3-еуі жаңағы аккредитациядан өткен, жаңағы қорғалған түрі. Ал бізде Қазақстанда болатын болса, сол жаңа 4-шіге өзіміздің қазақ стилін енгіземіз. Ал басқа мемлекеттерде болатын болса, олар өздерінің стильдерін енгізеді да 4-шіге. Біз өзіміз атпаған стильдерді атып талай орын алғанымыз бар. Мүлде хабар жоқ. Мүлде хабар жоқ. Өмір атпаған стильден бірінші орын алып келгеніміз Қытайда. Керемет. Енді жамбы ату қазақтың ежелгі жауынгерлік спорт түрінің бірі болғаннан кейін бұл қанымызда бар дейсің ғой? Қанымызда бар. Спорт болғаннан кейін, жаңағы таңсық нәрсе болғаннан кейін, мынаны ат деп көрсетіп қойса болды, жаңағы атуға тырысамыз ғой соны. Құдай қаласа 2026 жылы Қырғызстанда өтетін көшпенділер ойыны бар. Жақсы жарыстар, Құдай қаласа әлем чемпионаты бар 2026-та. Қазақстан чемпионаты бар, жаңа жауапты жарыстар. Қалған турнирлер көп, негіз жарыс жамбы атудан өте көп. Сендермен жаттықтырушылардың тығыз кері байланыс орната ма? Психологиялық тұрғыда қалай дайындайды сендерді? Әрине, жаңа жаттықтырушымыз психологиялық тұрғыдан да, теориялық тұрғыдан да жаңағыдай бізбен жұмыс жасауға тырысады. Жаңа тренировкада да жанымызда болып, былай да әңгімелесіп. Түркістан облысы жамбы атудан аға жаттықтырушы Ерболат мырза, бүгінде оқу жаттығу жиынын көрдік. Жалпы жамбы ату ол қазаққа бір бөтен басқа бір спорт емес. Бұл атадан мұра болып келе жатқан ұлттық әрі дәстүрлі спорттың бірі. Кезінде жаугершілік заманында осындай жауынгерлік рухтарды шыңдап отырған дейді. Бұл жамбы атудың шығу тарихын айтып берсеңіз. Ал жамбы ату ең алғаш 2014 жылы біздің Қазақстанға
Алдияр Нұрғазиев деген ағамыз өзі зерттеп жамбы атуда. Сөйтіп сөйтіп Моңғолиядан бір тренерлер алдырып, осы жамбыны басқа мемлекетте 24 мемлекетте сол кезде 2014-те 24 мемлекетте бар еді осы жамбы ату. Біздің Қазақстанға 2014 жылы еніп, біз ең алғаш сол әр облыстан 2 спортшыдан жинап, бізді оқу жаттығу жиынына шақырып, оқытып, бізді қолымызға сертификат беріп жіберді. Сол 2015-тен бастап біз өзіміз оқушылар тәрбиелеп, жамбы спортын Оңтүстік Қазақстан облысы еді, сол кезде ең алғаш қолға алғанбыз 2015 жылы. Содан бері міне 10 жыл болды, спортшыларымызды дайындап келеміз. Бұл жамбы атудың шығу тарихы бұрын батырлар мергендерін білу үшін, мықты жігіт екенін білу үшін тайдың тұяғындай алтын іліп, сол алтынға кім тигізсе, сол алтынды беріп, соған қоса қандар қызын сол батырға ұзататын болған. Содан осы жамбы ату спорт деп, жамбы ату деп содан шыққан. Басшылық тарапынан сіздерге қолдаулар болып жатыр ма? Қазір жаңадан тағайындалған Түркістан облысы жамбы ату төрағасы федерациясының Дәуренбеков Димаш мырзаға, оның саясатына қандай баға бересіз? Енді мынау оқушыларымыз әлемдік деңгейде, азиялық деңгейде жетістіктерге жетіп жатыр. Оның өзі біз үшін үлкен мәртебе. Соны қолдап, дамытып отқан мынау республиканский федерацияларымыз бар, мынау облыс федерацияларымыз, мынау облыс федерациямыз осы жақында Димаш Дәуренбекұлы ағамыз осы қолдау білдіремін, дамытамын осы жамбы атуды деп бізге президент болып келді. Енді алдағы Құда қаласа жоспарлары көп ол ағамыздың, осы спортты дамытып, ауылды жерлерден жақсы мергендер, спортшылар шығарамыз деп, облысты жоғары Қазақстанның ең мықты командаларын дайындаймыз деген үлкен сеніммен, өзіне алға қойған мақсаттарымен, жоспарларымен таныстырып отыр өзін бізді. Енді Құда қаласа Димаш ағамызбен қосылып, жақсы бір спортшыларды жоғары деңгейде көтереміз деген ойдамыз. Алдын федерациялар, бізде облыста федерациялар болған, бірақ енді бұндай жоспар нелер болмаған. Құда қаласа Димаш ағамыздың үлкен үміт бар. Ауқымды түрде дамытпақшысыздар ғой? Ауқымды түрде дамытып, мынау дамымаған аудандарға, сояқтарға апарып көрсетіп, осындай спорт бар екенін көрсетіп, солар дамытсақ па деген жоспарларымыз бар. Жаңағы республиканский федерациямыз, бізде алдын Алагюм деген федерация болған. Ол да спортшыларды мынау әлемдік деңгейде жарыстарға апарып келу, әлемдік деңгейде жарыстарға шығару, бәрі сол федерациялар өздері қамтамасыз етіп, қауымдастықпен бірге бірлесіп, үлкен жарыстарға оқушыларымыз барып келу, сол бірден бір себепшілер сол республиканский федерациялардың арқасынан болған. Енді мысалы осы федерацияға дейінгі жұмыстар, енді облыстың федерацияларының президентінің арқасында дамыса, спортшылар көп болса, қызығушылық болса, спортымыз алда дамиды деген ойдамыз. Бүгінде көрдік оқушыларыңыздың оқу жаттығу формаларын қалай екен, садақты қалай ату керек, өзіңіздің түсіндірулеріңіздің бәрін көрдік. Сіздердің жаттығуларыңызға көріп, көрермендерді өз бағасын бере жатар. Алдағы жоспарларыңызға сәттілік, жаңа басшымен жаңа жетістіктер жетуіңізге тілектеспін. Алғыс білдіремін сізге. Рахмет.